өтеміз. Қазір біз топқа бөлінбес бұрын, мына жерде бәйшешек суреті арқылы қазір топқа бөлінеміз. Сол бәйшешекке жинаған смайлигімізді осы бәйшешектің бетіне жапсырып отырамыз. Өйткені бұл бәйшешекті кімге сыйлаймыз? Анамызға сыйлаймыз. Қазір біз топқа бөлінбес бұрын бәйшешектің артында өрнектер бар. Сол өрнектерді шығарсақ, бізде топқа бөлінеміз. Бір таңбалы сандар, екі таңбалы сандар, және үш таңбалы сандар деп осы топқа бөлінеді етеміз. Келе қойыңдар. Оқушылар, осы атақты тұлғалардың ішінде біз бүгін ұлы композиторлар өтеміз. Сол ұлы композиторлардың ішінде бүгін өтетіміз Петр Ильич Чайковский мен Николай Андреевич Римский-Корсаковты бүгін өтеміз. Сол екі композитордың қазір әуендерін тыңдай қоямыз. Петр Ильич Чайковский орыс халқының ұлы композиторы. 1840 жылы 25 сәуірде дүниеге келген. Петрдің музыкаға деген өнері ол бала кезінен байқалған. Николай Андреевич Римский-Корсаков 1844 жылы дүниеге келген. Ол Ресей композиторы және дирижер. Оның бірнеше романстары және опералары дүниеге келген. Енді осы екі композитордың біз шығармаларын қазір қандай шығармалар бар екенін білу үшін мен сендерге қазір алармен қима қағаздар беремін. Сол қима қағаздарда өрнектер бар. Сол өрнектердің егерде мәндері жұртсан шығатын болса, Чайковскийдің астына әкеліп жапсырамыз. Одан кейін бар Римский-Корсаковтың шығармалары ол тақсамдар шығады. Сол кезде осы жерге әкеліп қазір жапсыра қоямыз. Енді осы екі композитордың шығармаларын қазір мен сендерге оқып берейін. Шерткіш балеті екен, Аққу көлі балеті бар екен, Қарғаның мәткесі деген операсы бар екен. Енді Римский-Корсаковтың Өлмес Кащей, Алтын Әртеш операсы және Сұлтан патша туралы ертегі операсы бар екен. Жарайсыңдар оқушылар. Енді біз математикадан бүгінгі жаңа тақырыбымыз разрядтан бір рет атап өту арқылы жазбаша және көбейту алгоритмі, көбейту және бөлу алгоритмі. Енді біздің мақсатымыз біз жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолданатын боламыз. Енді осы тақырыпты біз қалай меңгергенімізді анықтау мақсатында тәжірибе жетістік жолағына келіп орналасып болғандар. Қызылда қанша? Табақтың басында біреу, екінші сарыда екеу, жасыл дөңгелекте. Нешеусінде? Алтау, жетеу. Көк дөңгелекте? Жетеу. Күлгін дөңгелекте? Екеу. Енді сабақтың басында сендердің қалай меңгергендерді, қалай жаңадегі меңгергендерді осы жерде анықтау мақсатында біліп алып, енді сабақтың соңына дейін сендерде қай дөңгелекке дейін жететіндеріңді мен сабақтың соңында тапсырма арқылы осы жерде білеміз. Жарайсыздар орындармен отыра. Енді осы бізде жазбаша көбейту бөлу алгоритмі бойынша қазір видео көрсетілім, білім ландтан видео көрсетілім көреміз. Ол біздегі сабаққа өте маңызды, сондықтан мұқият тыңдап отырыңдар. Видеоны мұқият тыңдап алдық. Енді осы тақырыпты қалай меңгергенім жөнінде қазір есімде. Бірінші жаттығуды жіберемін, соны қазір жеке өзіміз орындаймыз. Баған түрінде жазып орындаймыз. Дәптерге жазамыз.
Daftarimiz. Kelesi metottan adat. Başarılı yıkılmışı o'rnida durs emas. Ikkinchi o'rnak durs emas. Bu 8 Qanday usulni aytar eding? Bo'lgan Yozmacha ko'paytirib. yozmacha ko'paytiruvda esga tushirildi. Endi o'rindiqlarimning ortida bizda жұмыс bor. Сол жұмысda alamizlarni 3-chi jaqtimizda hozir tez o'rindaymiz. Uchinchi jaqtimizda. Bundan eseptewga o'rganamiz. Nurbek, Men sizdan yeka eseba deb dug'os emas. Yozmacha bo'yu ko'paytiruvda qayta esga tushirildi. So'rayman. Жеке жұмыс жасап болдық. Енді осы тапсырмаларды жүкпен орындап көрейікші оқушылар. Жүкпен орындап көрейік. Үстіне жүкті әншілерді асып қойыңдар. Тақтадан тексеріп аламыз. Buradan 128 3'te ko'paytirdi. 384 dursa ikkovini dursa. O'rin olsan da o'rnikka dursin. Bo'lgan shundan qo'y. Mashina anada Azabi Arg'ashani yetkenin birini emas. Olayga yozmacha ko'paytiruvda qaytamas usunamiz. Qanchadan qancha berdi? 128'de 4'e ötken say daftarning soni men qizil daftarning soni esepli o'rinlarini aushtirib bergan. Kim? Endi jeke жұмыс жасап bo'ldi, shunpende жұмыс жасап bo'ldi. Endi singerding o'sha taqibni qalay mengirgani jөнінде men to'pda singерге жұмыс beryapman. Qayerda esep bor. Aslida deskriptor bor. Сол deskriptor bo'yicha topshirmalarni o'rindaysizlar. Qanday zat bor? Endi tüme, tümeymіз qasınca. Meyli. Agar bir satib qara. Ular Yerdan bo'lsanlar bo'ldi. Bir tomonga shartdan birinchi xatoyni qatelashgan. 140 metr mato devdim o'rnina 140 kelgan. Men ularga birinchi xatoydagi sifatda tuzuvda buyuram. Bal qo'yasizmi? Yo'q, kelesi. Qancha bal qo'ydinglar? 3 bal. Kelesi. Nechta bo'lsanlar to'g'ri? Tez-tez o'ldaymiz. Tinglaymiz. Deskriptor olsay o'rinlarim bor. Necha bal qo'yding? 4 bal qo'ydim. O'tiraver. Kelesi.
Енді біз осы тақырыпты қалай меңгердік? Осыны біз сабақтың басында біз мына жерде жетістік жолағына келгенбіз. Ал енді өздерің қалай осы тақырыпты меңгергендерің жөнінде біз қазір смайликтер есептейміз. Енді 8 смайликтер жоғары жинағанда күлгінге барады. Одан кейін 6-7 смайлик жинағында көк дөңгелекке келеміз. Одан кейін 4-5 смайлик жинағында жасыл дөңгелекке келеміз. Одан кейін 3 смайлик жинағында сары дөңгелекке келеміз. 2 смайлик жинағында қызыл дөңгелекке келеміз. Дәл орындауға келе қоямыз. Күлгінге барасың. Ажар бұл ақ кеттік. Сарыда нешеу? Үшеу. Жасылда? Үшеу. Көпте? Қанша? 4 санап тұрсаңдар. Күлгінде? 8. 10 бала ғой? 10 бала ғой? Неше үсте? 8 ғой? 10 болып тұрсын. Мынада 4-те, мынада 3-те, мынада 10 анада 4-те, мынада 3-те, мынада 1 ғой? Сарда 1. Енді отыра қоямыз. Десі. Барлықтан жақсы түсіндіңдер ма? Керемет. Мен естімеді жақсы деген барға қоямын. Үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй жұмысы 5-6 есепте сізбен ұдаймыз.